Көміртектің оттекте жануы тотығу-тотықсыздану реакциясына жата ма? Көміртек диоксиді молекуласының түзілуі электрон жұптарының электр терістілігі жоғары оттек атомына қарай ығысуы арқылы жүреді. Тотығу дәрежесінің анықтамасы бойынша полюсті коваленттік байланыс түзетін электрон жұптары оттек атомдарына қарай ығысып, олардың әрқайсысы -2 зарядына ие болады. Ал көміртек атомы сәйкесінше +4 зарядына ие болады. Реагенттер көміртек пен оттектің тотығу дәрежелері нөлге тең. Яғни көміртектің оттекте жануы тотығу-тотықсыздану реакциясына жатады. Себебі реакция нәтижесінде әрекеттесетін элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді. Көміртек тотығып, оттек тотықсызданады. Тотығу-тотықсыздану реакциясының мысалына магнийдің оттекте жанып, иондық қосылыс түзуі жатады. Магнийдің электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Оттек атомының электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p4. Электр терістілігі төмен магний атомы, электр терістілігі жоғары оттек атомына 2 электронын беруі нәтижесінде магний катионы мен оксид анион түзіледі. Магний катиондары оксид аниондармен бірігіп, иондық кристалдық тор түзеді. Химиялық реакция барысында электрондарын беретін зат тотықсыздандырғыш деп аталады. Тотықсыздандырғыш өзі әрекеттесетін затты тотықсыздандырады. Химиялық реакция барысында электрондарды қабылдайтын зат тотықтырғыш деп аталады. Тотықтырғыш өзі әрекеттесетін затты тотықтырады. Магний мен оттек арасындағы реакция жағдайында магний тотықсыздандырғыш, ал оттек тотықтырғыш болып табылады. Магний мен тұз қышқылы әрекеттескенде магний хлориді мен сутек түзіледі. Реакциядан кейін магнийдің тотығу дәрежесі 0-ден +2-ге дейін артады. Сондықтан ол берілген реакцияда тотықсыздандырғыш рөлін атқарады. Элементтің тотығу дәрежесінің артуына алып келетін реакция тотығу реакциясы болып табылады. Тотықсыздандырғыш магний тұз қышқылымен тотығады. Тұз қышқылындағы сутектің тотығу дәрежесі +1-ге тең. Ол реакция барысында 0-ге дейін кемейді. Элементтің тотығу дәрежесінің кемуіне алып келетін процесс тотықсыздану деп аталады. Реакция кезінде тотығу дәрежесі кемейтін элементі бар реагент тотықтырғыш болып табылады. Берілген жағдайда тотықтырғыш рөлін тұз қышқылы атқарады. Тотықтырғыш тотықсыздануға ұшырайды. Қарастырған мысалда тұз қышқылы магниймен тотықсызданады. Тотығу-тотықсыздану реакциясының мысалына магнийдің оттекте жанып, иондық қосылыс түзуі жатады. Магнийдің электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Оттек атомының электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p4. Электр терістілігі төмен магний атомы, электр терістілігі жоғары оттек атомына 2 электронын беруі нәтижесінде магний катионы мен оксид анион түзіледі. Магний катиондары оксид аниондармен бірігіп, иондық кристалдық тор түзеді. Химиялық реакция барысында электрондарын беретін зат тотықсыздандырғыш деп аталады. Тотықсыздандырғыш өзі әрекеттесетін затты тотықсыздандырады. Химиялық реакция барысында электрондарды қабылдайтын зат тотықтырғыш деп аталады. Тотықтырғыш өзі әрекеттесетін затты тотықтырады. Магний мен оттек арасындағы реакция жағдайында магний тотықсыздандырғыш, ал оттек тотықтырғыш болып табылады. Күміс нитратты ертіндісіне мыс сымды батырайық. Біраз уақыттан соң мыс металдық күмістің қалың қабатымен қапталады. Ертінді ақырындап көкшілденеді. Бұл мыстың гидратталған мыс 2 ионына айналғанын көрсетеді. Химиялық реакция жүріп, реакцияның өнімдері ретінде мыс 2 нитраты мен күміс металл түзіледі. Бұл реакция иондық реакция болғандықтан оны иондық теңдеу түрінде жазуға болады. Нитрат анион реакцияға қатыспайтындықтан оны жазбасақ та болады. Реакция барысында мыс атомы ионға айналады. Мыстың тотығу дәрежесі 0-ден +2-ге дейін артады. Бұл мыстың 2 электрон жоғалтқанын көрсетеді. Мыстың тотығу процесі жартылай реакция теңдеуі түрінде жазылады.
Реакция барысында күміс ионы күмістің бейтарап атомына өзгереді. Күмістің тотығу дәрежесі +1-ден 0-ге дейін кемейді. Бұл оң зарядты күміс ионының бір электрон қосып алатынын көрсетеді. Күмістің тотықсыздануы да жартылай реакция теңдеуі түрінде жазылады. Екі жартылай реакцияда алмастырылған электрондар саны бірдей болуы керек. Сол себепті біз тотықсызданудың жартылай реакция теңдеуін 2-ге көбейтеміз. Содан соң екі жартылай реакция теңдеуін қосып, теңдеудің екі жағындағы электрондарды қысқартамыз. Алынған теңдеу тотығу тотықсыздану реакциясының толық теңдеуі болып табылады. Бірінші қадам. Атомның құрамындағы тотықсызданатын элемент пен тотықсыздану өнімін анықтаймыз. Бұл өзгерісті жартылай реакция теңдеуі түрінде жазамыз. Дихромат анион хром 3 иондарына тотықсызданады. Осы процесті тотыққан заттар үшінде қайталаймыз. Хлорид ион бос хлорға дейін тотығады. Екінші қадам. Тотығу дәрежелерін өзгерткен атомдарды теңестіреміз. Тотықсыздану реакциясындағы хром 3 иондарының санын 2 есе арттырамыз. Тотығу реакциясындағы хлорид иондардың санын 2 есе арттырамыз. Үшінші қадам. Оттек пен сутек атомдарын теңестіреміз. Егер теңдеуде оттек атомы болмаса, су молекуласын қосамыз. Ал егер сутек атомы жетіспей тұрса, сутек ионын қосамыз. Осылайша біз дихромат ионның тотықсыздану теңдеуінің оң жағына 7 су молекуласын, сәйкесінше сол жағына 14 сутек ионын қосып жазамыз. Екінші жартылай теңдеуге су молекуласын немесе сутек ионын қосудың қажеті жоқ. Енді екі жартылай теңдеуде атомдар тұрғысынан алғанда теңесті. Төртінші қадам. Электрондарды теңдеудің қажетті жағына қосу арқылы электр зарядын теңестіреміз. Тотықсыздану теңдеуінің оң жағындағы жалпы заряд 14 көбейтілген +1 қосылған дихромат иондардың заряды -2 тең болады +12-ге. Реакцияның оң жағында зарядталған тек хром 3 иондары ғана болғандықтан, оң жақтағы жалпы заряд 2 көбейтілген +3-ке, яғни +6-ға тең. Зарядтарды теңестіру үшін теңдеудің сол жағына 6 электрон қосамыз. Тотығудың жартылай реакция теңдеуінің оң жағына 2 электрон қосамыз. Бесінші қадам. Берілген электрондар мен қосып алынған электрондардың саны бірдей болуы керек. Ол үшін тотығудың жартылай реакция теңдеуін 3-ке көбейтеміз. Алтыншы қадам. Екі жартылай реакция теңдеуін қосып, пайда болған теңдеудің екі жағындағы бірдей бөліктерін қысқартамыз. Осылайша тотығу тотықсыздану реакциясының теңестірілген толық теңдеуін аламыз. Бір уақытта электрондарды беру және алу процестерін жартылай реакция теңдеулер деп аталатын қарапайым теңдеулер арқылы жазуға болады. Онда электрондар Е- таңбасымен белгіленеді. Электрондарды беру процесі тотығу деп аталады. Электрондарын жоғалтқан магний тотығады. Электрондарды алу процесі тотықсыздану деп аталады. Электрондарды қабылдаған оттек тотықсызданады. Бір атомның берген электрондарын өзге атом қабылдайды. Сол себепті тотықсыздану және тотығу процестері қатар жүреді. Бізге белгілі бір реагенттің ғана әрекетін білу керек болған жағдайда, тотығу немесе тотықсыздану ұғымдары жеке қолданылады. Тотығу тотықсыздану реакциясы тотығу мен тотықсыздану процестері үшін жазылған жартылай реакциялардың қосындысы болады. Теңдеудің екі жағында да кездесетін электрондарды қысқартып тастауға болады. Бастапқыда тотығу дәрежесі 0-ге тең мыс азот қышқылымен әрекеттесіп, мыс 2 катионына дейін тотықсызданады. Мыстың тотығуының жартылай реакция теңдеуін келесі түрде жазуға болады. Тотықсызданудың жартылай реакция теңдеуін бірнеше сатыда жазамыз. Реакция барысында нитрат ион азот моноксидіне дейін тотықсызданады. Яғни азоттың тотығу дәрежесі +5-тен +2-ге дейін азаяды. Бұл реакция барысында азот атомының 3 электрон қабылдайтынын көрсетеді. Алайда теңдеудің екі жағындағы атомдар саны да электр зарядтары да тең емес. Мұны түзету үшін теңдеуге реакцияға қатысатын су молекулаларын кірістіреміз. Егер теңдеудің оң жағына 2 су молекуласын, ал сол жағына 4 сутек ион қосып жазсақ, жартылай реакция теңдеуі теңеседі. Алмасқан электрондар саны 2 жартылай реакция теңдеуінде бірдей болуы керек. Сондықтан тотығудың жартылай реакция теңдеуін 3-ке,
Ал тотықсызданудың жартылай реакция теңдеуін 2-ге көбейтеміз. Сілтілік ерітіндіде перманганат иондардың қатысында сульфид иондардың сульфат иондарға тотығу реакциясының теңдеуін теңестірейік. Ең алдымен теңдеуді қышқылдық ерітіндідегі сияқты теңестіреміз де мынаны аламыз. 2 перманганат ион мен 4 сульфид ионның әрекеттесуі нәтижесінде 2 манганат ион, сульфат ион және 2 сутек ионы түзіледі. Теңдеуде қанша H плюс сутек ионы болса, теңдеудің екі жағына да сонша OH минус иондарын қосып жазамыз. Реагенттер жағында сутектің 2 ионы болғандықтан, теңдеудің екі жағына да 2 гидроксид ионнан қосамыз. Теңдеудің оң жағындағы 2 сутек ионы мен 2 гидроксид ион 2 су молекуласына бірігеді. Осыдан соң теңдеудің екі жағында да кездесетін су молекулаларын қысқартып, берілген тотығу тотықсыздану реакциясының теңестірілген толық теңдеуін аламыз. Сулы ерітіндідегі күкірт диоксиді мен хлордың арасындағы тотығу тотықсыздану реакциясын қарастырайық. Тотығу дәрежесі 0 болатын хлор газы, тотығу дәрежесі -1 болатын хлорид ионға дейін тотықсызданады. Жартылай реакция теңдеуі хлордың тотықсыздануын көрсетеді. Тотығу процесінің жартылай реакция теңдеуін бірнеше саты бойынша жасайық. Реакция барысында күкірт диоксиді күкірт қышқылына айналғаны белгілі. Реакция сулы ерітіндіде жүретіндіктен түзілген күкірт қышқылы сутек иондары мен сульфат иондарға диссоциацияланады. Күкірттің тотығу дәрежесі +4-тен +6-ға дейін өседі. Яғни реакция барысында күкірт атомы 2 электрон жоғалтады. Дегенмен реакцияның атомдар немесе зарядтар тұрғысынан әлі де теңеспегені көрініп тұр. Сол себепті реакцияға қатысатын су молекулаларын теңдеуге қосып жазуымыз керек. Егер теңдеудің сол жағына 2 су молекуласын, ал оң жағына 4 сутек ион қосып жазсақ, жартылай реакция теңдеуі теңеседі. Содан соң 2 жартылай реакция теңдеуін қосып, теңдеудің екі жағындағы электрондарды қысқартамыз. Егер сутек иондарын қышқыл қалдықтарымен біріккен күйінде көрсететін болсақ, тотығу тотықсыздану реакциясының толық теңдеуі шығады.